2017 жылға дейін еліміздегі жаңартылатын энергия үлесі 3%-ға дейін жеткізіледі. Демек, желі, күн және су көзінен алынатын табиғи қуат мөлшері ұлғаймақ. Бұл туралы бүгін жасыл экономиканы құру атты конференцияда айтылды. Бүгінгі таңда Алматы, Ақмола, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында табиғи қуат көзін дамыту қарқын ала бастады. Қазірдің өзінде Ерейментау аумағында желден қуат алатын 45 мегаваттық электр станциясының құрылысы басталды. Ол 2016 жылдың соңында қолданысқа берілмек. Елімізде басталған жасыл өсімді ілгерілету жобасы сәтті жүзеге асып келеді. Дәстүрлі өндірілген электр энергиядан кішкене ауытқып, мына жаңартылатын энергия көздерін дамыту мәселесі. Сосын енді жаңағындай мынау халықтың арасында жүрген жаңа көкейкесті мәселе бұл енді жаңағы ауаның ластануы. Шымкент қаласының жаңағы жылжитын мүліктерден тауып жатқан зардабы, Алматы қаласының, Теміртау қаласының, Қарағанды қаласының, Павлодар қалаларының мысалға жаңағындай ауаның ластану қарқындары бар. Енді осы мәселелерді сол жою мақсатында осындай іс-шаралар қазір қолға алынып жатыр.